Сәлем достар, сіздермен бірге Назитолка арнасы. Бүгінгі видео менде Байдың ұлы атты сериалдың 3-ші бөлімі болатын болады. Сол себептен сіздерге ұнап жатыр екен, ұнап жатырса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңмен бөлісіп, пікір қалдырып кетіңдер. Ол мен үшін өте маңызды. Сендердің қалауларыңды орындап, бір жағынан контентке, ютубқа, басқа да әлеуметтік желілерге көбірек көңіл бөлемін деп айтқан болатынмын. Және де сендерге өте керемет жаңалығым бар. Өздерің білесіңдер. Уже каникул басталды, 10 күндік демалысқа шықтым. Яғни мен сол 10 күнде бірнеше видеолар түсіріп тастайтын боламын. Сол себептен күте беріңдер достар. Жаңалығым ұнаса қуанған смайликті тастап кетеміз. Менше достар көп сөйлеп кеттім. Менше достар лайк басып, комментарийді өкіртіп жазып, достарыңмен бөлісіп, қолдап кетіңдер. Ол мен үшін әдеттегідей өте маңызды. Менше достарыммен көп сөзбай, тезірек видеоны бастайық. Капец шаршап кеттім. Не деген ұзақ вообще. Диананың сұмдық. Еще мен гардеробымды жаңартым. Жақсы болды. Еще мен бар ғой, костюм кигенді доғарамау себебі мене уже бір костюмым бар еді. Оны өртеп жібердім. Енді бір формамен барамын, бір айдай. Одан кейін келесі айда бір аламын. Басқа форма. Енді мен сол консилер алатын шығарым. Сосын сумка алу керек маған. Сонымен бітті. Енді киетін киімді киіп алайын. Маны ең шықсын. Енді болды. Осы қойып қояды. И все, прям красотка болып қалдым ғой. Маған телефон алу керек екен, блин. Менде бір әдемілердің барлығы жоқ қой. Прям мен қалайтын заттардың барлығы жоқ. Сон мені қатты жыным тиет. Вот бүгін новый телефон алмасам, iPhone 17 Pro Max шықты ғой. Соны алайыншы. Соны алмасам, зато барлығы менен сұрайтын болады. iPhone 17 Pro Max сен телефон қандай керемет вообще бай екенсің ғой деп қалатын болады ғой. Жарайды, көп не істеп қойдым. Мен дұрыстап бір кофе ма ішіп алғанлап біраз ұйықтап алайын. Сосын кешке қарай керекті заттарды түгелейтін болам. Енді жақсы білеймін, ана ішіп алайын. Сосын әдеттегідей заттар алатын шығарым. Мен баратын мектеп өте жақсы болса екен деп тілеңдер сендерде. Деп қыл кетсің бе? Кешірім өтінем достар. Нервім құрса, мен сені қуып кететінім бар енді. Болды. Қайынде өзгер Дархан болды. Ойбай. Өзгер қане Дархан. Так, не нормально киініп ала. Потом шоппинг жасау керек. Саған дұрыстап нормально. Так, дала жылы ма? Маған езен. Вот, киімдерім ойбай нем кетті. Ұнайды міне. Так, енді мен шығайын, мен барам. Кеш болады, себебі уже екі қалды ғой. Мама.
мына жақта деген бір күшті неге келдім ғой, торговый домға. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалыңызды қалай? Жақсы, менде шүкір. Халімді сұрағаныңыз үшін үлкен рахмет. Мен өзіме iPhone 17 Pro Max алайын дегенмін. Бар ма ондай телефон? Әрине, мырзам, бар ғой, бар. Сізге қандай түсіз керек? Сізге тыңдауға көмектесейін бе? Жақсы. Тыңдасуға көмектесіп беріңіз. Жақсы. Тыңдасуға көмектесемін. Ой, рахмет, жақсы. Жүріңіз онда. Көресіне әрекенін жақсы. Жақтардың негізі. Телефондардың көп варианты бар негізі. Бірақ сіздің ақшаңыз көп шамасы. Қалай айтсам екен? Ақшаңыз көп секілді негізі. Әйтпесе ол миллион теңге тұрады. Біздің телефондардың барлығы оригинал. Алаңдамаңыз, копиясы емес. Жақсы, онда мен көріп тұрғанымдай бір телефон жақсы секілді мына жақтағы. Қайсы тыңдасу көмектесіп жіберейін? Айта беріңіз. Бол, тыңдадым, сіз айтпай-ақ. Мына телефонды алам деп шештім. Я, бұл iPhone 17 Pro Max сары оранжевый түсі негізі. Маңдайда түрі бар негізі, бұл бірақ енді iPhone 17. Енді сізге ұнаса болды. Мен өте қуаныштымын, әрине. Біздің арнайынлап осы телефондар сататын келгеніңіздің қасы жоқ, әрине. Несімен танысым айтқан, осы жердің дүкенінде сапалы оригинал телефондар сатады деп, сол үшін келіп тұрмын. Әрине, мырза. Кәнес, бұл телефонның бағасы 1.900.000 теңге. Шынымен де қымбат екен. Сұмдық, достар. Маған кәне есептені төледім. Рахмет, мырзам. Келесі кездескенше біз өзіміздің дүкенімізде сізді күтетін боламыз. Жақсы, сау болыңыз. Сосын сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Бұл жақта сумкалар сата ма мектепте, бұл торговый домда? Білмеймін негізі, бірақ мен осы жаққа жақын арада келгенмін. Бұл торговый домды мен дұрыс білмеу мүмкін. Либо шатасып айтып жіберу мүмкін. Жақсы, онда сау болыңыз. Сау болыңыз. Мүмкін, может быть, бар шығар. Сумкалар екінші қабатты көріп көрейін. Мүмкін бар шығар шынымен. Ал көрейін.
не бар екендігін ұқтым. Сәлеметсіз бе, мырзам? Қалайсыз? Менің киім сатып дүкеніме қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Я, сұрай беріңіз, менің құлағым әрдайым сізде. Бұл торговой домда сумкалар сата ма, яғни сосын сізден тағы да бір сұрағым бар еді. Сіздер неге осылай дейсіздер? Сәлеметсіз бе, мырзам, қалайсыз? Менің дүкеніме қош келдіңіз деген секілді. Енді олай айтуымыздың себебі біз осылай өзіміздің клиенттерімізді осылай жылы қалаппен танытып, құрметпен қарап күтіп аламыз. Біздің сондай салтымыз бар. Бәсе, солай ма? Мен ойлап қалдым. Шошып кеттім десем де болады. Ой, шошымаңыз, мырзам, шошымаңыз. Шошсаңыз аман болады, менің бар. Не оласыз? Негізі киім алмаймын, менің киімім бар. Бірақ енді мен сумка алып кеттім. Мен мектепке барам. Сол себептен мен сумка керек болып жатыр. Бұл торговой домда менің білуімше ешқандай сумка сатпайды, либо сату мүмкін, нақтысын білмеймін. Мен іздеп бүкіл жерді шарлап, бүкіл қаланы шарлап келіп ем. Осы торговой домды іздеп, көп іздедім. Енді басқа жерден баруға тура келді енді. Көңіл-күйіңізді түсірмеңізші. Мырзам, сіздің көңіл-күйіңізді ешкім түсірмеу керек. Өзіңіз сымбаттысыз, ілтипаттысыз. Сіз мұңайсаңыз, мұны әлем тым өзгеріп кететін секілді болып көрінетін маған. Оданша мүмкін мен сізге көмектесермін. Жоқ, керек емес. Мен мұңайып тұрған жоқпын, просто менің бір алыс жерге барғым келіп тұрған жоқ. Сөйтсе мен мұңайып айтып жатырмын. Бәрібір сіз мұңайғандай болып көрінесіз маған. Ойбай, нағыз қырындап тұрмай, не істеп тұрмын. Не айтатынымды білмей қалдым ғой. Айтпақшы, мен қырындап тұрған жоқпын. Қырындап тұрған жоқпын біріншіден. Вообще мен қырындамаймын, мен осындай тәрбиелі, ибалы, инабатты қызмын. Мен өзім клиентімнің қасиетімді өзім білем біріншіден. Егерде бұл құлағым ұнамай жеркеніш тауып тұрса, ана жаққа бара берсеңіз болады, мырза. Мен сізді жалынып тұрған жоқпын. Мына жақтан заттар алыңызшы, анау деп. Мені де дұрыс түсінуіңіз керек. Мен ешкімге қырындамаймын, себебі онсыз менің жігітім бар. Сіздің көңіліңізді қалдырмай қойын, өте киімдер алсылайынша. Сіздің ашылыңыз көрініп тұрған жоқ. Жақсы, жүріңіз, не аласыз, соны мен сізге көрсетейін, жүріңіз. Бәсе, сөйтпейсің бе? Үшін адам құсам ғой. Бәсе, сөйтпейсің, сөйтпеймі осы адамдар не жатыр. Не болса көмектеспейді. Так, жақсы, так. Қай киімді көрсетейін?
Үстіден не аласыз негізі? Мен білмеймін. Ойланатындай киімдеріңіз бар секілді көрінеді. Ұлдарға енді киімдер өте көп деп айта алмаймын. Себебі мына жақта көбінесе қыздардың киімі екен. Мына жақта, например, машқа келесі. Мына жақта ұлдарға мынандай киім бар екен. Киіп көріңіз. Егер де дәл келсе, сізде шын қуанамын. Жақсы, кәне көрейін енді киіп. Қалай жарастырың ма? Вау, мына вообще шикарная look of the day болды. Өтсейтіңіз деген күшті. Ой, рахмет, ұялтып жібердіңіз мені әбден. Шынымен өте әдем жарысып тұр сізге. Прям өте керемет жарысып тұр. Сіздің қызыңыз болса, сымбатты жігіттің енесін қалады едім. Артықтап кетпеңіз. Жақсы, мен білмеймін, енді алам ба, алмайм ба. Но енді ауыстырайын киімді. Так, білмеймін, енді қоя салыңыз мен киімді. Мен маған білмеймін, енді арасты ма. Барған сізмен тұрған шығарсыз. Жоқ, мырзам. Мен шынымен де айтып жатырмын. Мен сіздің көңіліңізге қарап айтып жатқан жоқпын. Шынымен де жарысып тұр негізі. Рахмет әрине, бірақ алмаймын. Неге алмайсыз? Ұнамай тұрмай киім. Жақсы, онда қоя салайын киімді. Жерде ұмытпасаңыз қоя салдым енді. Жоқ, бұлай ұнады, но алғым келмеді просто. Жақсы. Бүгін вообще не өткен? Шопинг болды ғой, құрсын. Бір телефон ғана алдым, негізінен андай күшті сумка алам деп барып ем. Но мүлдем басқаша болды. Ана торговый дом ұнады да сауда үйі. Но ана өзім керекті затты таппадым. Ана бір кансадан да бір шындадым қысап. Өтірік бір реклама жасады ше. Болтин заказ бере саламын, Каспиден либо тез кезеттен, Тибаның тез кезет деген бір күннің ішінде келеді деді ғой. Сөйтсем әйтпесе таба алмаймын шынымен. Заказ бере салмасам, не қылмайсыз сол бір сумканы. Болды, сөйтсем енді. Сөйтіп ертең мектепке барам, ура. Короче, енді мен жатайын, ұйықтайын, мен телефонымды мына жаққа қоя салайын. И все, ұйықтайын енді мен. Прям шаршап кеттім негізі. Шаршап кеттім почти. Қатты шаршадым бүгін. Қайырлы түн маған, сендерге де қайырлы түн деп па. Қайырлы таң маған. Бүгін мен сабаққа баратын күнім. Маған сәттілік. Айтпақшы, мен сумка заказ беріп едім ғой. Может, келген шығар. Көрінші барып.
Вообще мынау неткен әдемі сумка, достарики. Блин, сыныптар мынаған бар ғой. Мына бүкіл оқу құралдары сияқты ғой. Ба, красота ғой іші деген. Ура! Мен қалаған сумка табылды. Ура! Болды енді. Керекті заттарын салам. И все, болды. Мектепке кете берем. Ура! Жақсы болды. Прям қадуанып тұрмын. Ба, вообще өте күшті ғой. Айта алмаймын. Давайте мен сумкама баға беріп кетіңдер. Давайте Дарханның көңілінен шықты бұл сумка. 10-нан 1000 балл берсек болады. Достар, сендерге осы сериалдың 3-ші бөлімі ұнаған болса, лайк басыңдар, тіркеліңдер, комментарий жаудырыңдар, достарыңа бөлісіңдер. Тіркелмей қарайтындар, давайте тіркеліңдер. Алда уақытта зың өте күшті сериалдар болатын болады. Дарханның қуанышы сендерге ұнаса, мен қуандым Дархан үшін деп жазып кетіңдер. Дархан сендердің комментарийлеріңді оқитын болады. Короче, сол достар, келесі бөлім ең соңғы ең прям осы сериалды сүйіп керемет қараған жандарға прям эмоционалды, прям қимайтындай бір сериал болады. Сол себептен соңғы бөлімін асыға күтесіздер деген ойдамын. Сол себептен достар, мен көп сөйлеп кеттім. Осымен менде видео аяқталды. Келесі соңғы бөлімінде кездескенше.